Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін өте дәмді әрі тойымды болып шығатын етті бәліштің дайындалу жолын көрсетемін. Дайындалу өте оңай әрі тез дайын болады. Менімен бірге дайындап көріңіздер және видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге сұйық май, су, ұн, тұз және қопсытқыш керек болады. Ыдысымызға суды құямыз. Оның үстіне сұйық майды құямыз. Тұзды саламыз. Араластырамыз. Бұнды міндетті түрде електен өткізіп саласыздар. Және қопсытқышты салып, қолымызбен жұмсақ, яғни қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илеп аламыз. Міне біздің қамырымыз осылай жұмсақ қамыр болып шығады. Оны бұлай целлофан пакетке салып, тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Енді салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге асқабақ өз қалауларыңыз бойынша картоп, пияз, тартылған ет, тұз, бұрыш қажет болады. Асқабақты осылай ұсақтап, яғни 4 бұрыш етіп турап аламыз. Тартылған еттің үстіне, яғни фарштың үстіне туралған асқабақты саламыз. Картопты да тура солай 4 бұрыш етіп турап аламыз. Етті бәліштің жазбаша толық рецептісін осы видеоның астында қалдыратын боламын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Туралған картопты да асқабақпен тартылған еттің үстіне саламыз. Пиязды да тура солай ұсақтап, яғни 4 бұрыш етіп турап аламыз. Енді тұз бұрышымызды салып, салмамызды жақсылап қолымызбен араластырып дайындап аламыз. Бәліштің салмасы дайын, осылай болып шығады. Енді тоңазытқыштан қамырымызды шығарамыз және қамырдың аздағана бөлігін аламыз. Яғни бұл біздің бетіне жабатын бөлігіміз болады. Ал қалған көптеу екінші бөлігін оқтаудың көмегімен домалақ етіп жаздырып аламыз. Қамырдың қалыңдығын 5-6 мм етіп жаздырсаңыздар болады. Және осылай қамырды оқтауға ораймыз. Ыңғайлы болып, яғни бір тегіс болып жайылуы үшін противенді осылай аламыз және қамырымызды шығарамыз. Сонда біздің жайылған қамырымыз противенге, яғни тапамызға осылай бір тегіс етіп жайылатын болады. Енді осы қамырымыздың үстіне дайын салмамызды саламыз. Яғни салмамызды салып, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Бәліштің салмасын осылай салып алдық. Енді қамырымыздың екінші бөлігін аламыз да оқтаудың көмегімен тағы да жаямыз.
Екінші қамырымыздың да қалыңдығын 5-6 мм етіп жайып алғаннан кейін осылай оқтауға ораймыз. Және осылай салманың үстіне, яғни бәліштің салмасының үстіне қамырымызды жайып аламыз. Және екі қамырды бір-біріне жабыстырып, біріктіріп шығамыз. Бәлішіміздің қамырын бір-біріне біріктіріп алғаннан кейін осылай шеттерін бүріп шықсаңыздар болады. Сонда біздің бәлішіміз әдемі бір тегіс болып көрінеді. Бәліштің ортасын осылай тесіп қою қажет. Сонда біздің ішіндегі бәліштің артық ауасы шығып, біздің бәлішіміз одан да әдемі болып көрінеді. Және осылай бір жұмыртқаның сарысын бәліштің бетіне бір тегіс етіп жағып аламыз. Енді бәлішімізді 180 градуста 35-40 минуттай пісіреміз. Міне біздің өте тойымды әрі дәмді бәлішіміз дайын болды. Осылай әп-әдемі және дәмі өте керемет және ең бастысы тойымды тағам. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Егер осы видео ұнаса, каналға жазылыңыздар, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Бұйырса алда көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.